Қайырлы күн оқушылар, сабағымызды бастаймыз. Бүгін кім кезекші? Сыныпта бәрі түгел. Үйге қандай дәріс бар берді? Үй жұмысына 18-ші параграф геосфералардың ластануы берілді. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық, иә? Келеміздағы мемлекет тулары берілген, бір-бірден өзімізге ұнаған туды таңдайық. Таңдап болсақ, Европа мемлекеттерін таңдаған оқушылар бірінші топқа, Азия мемлекеттерін таңдаған оқушылар екінші топқа жайғасайық. Және де балалар таңдаған мемлекеттерінің тулары бойынша, мемлекет бойынша бір-бір мәлімет айтуға дайын отырыңдар. Бөлініп алдық па? Жақсы. Ал кімнен бастаймыз? Ақниеттен бастайық. Ақниет, саған қай мемлекеттің туы түсті және бір мәлімет? Румыния Еуропа елдері бойынша жер көлемінде 12-ші орында орналасқан, оның астанасы Бухарест. Франция түсті. Бұл елде биыл Олимпиадалық ойындар өткізілді. Тамаша, қарай. Менде Италия мемлекеті 62 миллион тұрғынды қамтиды. Ресей жер көлемі бойынша ең ірі мемлекет. Азия мемлекеттеріне келейік. Айнұр, қандай мемлекет түсті саған? Қытай ол әлемдегі ең үлкен халқы бар мемлекет, ода 1,4 миллиард адам тұрады, және де ода ең ұзын қабырға Қытай қабырғасы, оның шақырым бойынша 21 мың шақырым. Менің мемлекетім Қазақстан жер көлемі бойынша 9-шы орында тұр, және де адам саны 20 миллионға жетеді. Қызықты мәлімет, Қазақстан шайды көп жейтін топ 10 мемлекет. Менде Индия ол халық саны бойынша бірінші орында тұр. Ал балалар, үй тапсырмасы бойынша сұрақтарға жауап берейік. Әр топтан бір-бір оқушы келіп, асықты шиыру арқылы сұрақтарға жауап береміз. Кім шығады? Нүктелік, алаңдық, сызықтық болып бөлінетін ластанудың түрі. Кім жауап береді? Мына топтан кім жауап береді? Асық шиіреміз. Кімнің асығы алшысынан түседі, сол бала сұраққа жауап береді. Байдәулетте 2 асық күліп тұр, яғни Байдәулет жауап береді. Бұл сұрақтың жауабы кеңістік байланыстық ластану түріне. Тексерейік. Дұрыс па? Кеңістік қамтуына байланысты. Жақсы, отыра қойыңдар. Келесі сұраққа кім шығады? Экологиялық жағдайды қалыптастыратын негізгі факторлар. Кім жауап береді? Келе ғой. Айнұр, мына топтан кім шығады? Айша, келе ғой. Айнұрда 2 асығы күліп тұр. Жауабы? Жағдайды қалыптастыратын негізгі факторлар, ол геокологияның, яғни біркелі бір аймақтың өзін-өзін тазалауы, оның ластануы болып тұрады. Тексерейік. Қоршаған ортаның ластануы, қоршаған ортаның өздігінен тазаруы. Дұрыс па, балалар? Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ. Ластануды жаратылысы бойынша қандай негізгі 4 топқа бөлеміз, балалар? Ақниет. Келе ғой. Адина, Айша келе ғой на топтан. Асықты иіреміз. Жылдамдатып. Айша да күліп тұр. Бізде ластану физикалық, химиялық, биологиялық және эстетикалық болып 4-ке бөлінеді. Тексерейік. Химиялық, физикалық, биологиялық, эстетикалық немесе визуалдық болып. Дұрыс па, балалар? Әрі қарай, келесі сұрақ. Қазақстанда қандай экологиялық мәселелер туындап отыр? Ислам, мына жақтан аяулым шыға ғой. Исламда. Қазақстанда қандай экологиялық мәселелер туындап отыр? Біздің жағдайда өндірістің сыналатын полигондарда радиоактивтік және химикаттар таралуы және Арал теңізінің Каспий теңізі бар, е? Каспий теңізінің. Тексерейік. Дұрыс па, балалар? Арал теңізінің тартылуымен байланысты теңіз тұздарының желмен ұшып, улы шаңды дауылдарға айналуы, Каспий теңізінің ластануы, шөлейттену, топырақтың деградацияға ұшырауы. Тамаша. Келесі сұрақ. Атмосфераның ластану индексі дегеніміз. Жақтан? Аделия.
Асқы шерик. Аделияда 2, Айнұрда 3. Айнұр. Атмосфераны ластану индексі дегеніміз бұл белгілі бір аймақтың ең жоғарғы 5 көрсеткішінің жиынтығы болып табылады. Жақсы. Соңғы 10-шы сұрақ. Атмосфераның ластану индексі дегеніміз, балалар кім жауап береді? Аделия, Айнұр, келіңдер. Аделия жауап бере ғой. Атмосфераның ластануы дегеніміз ол ластаушы заттардың шекті мөлшермен концентрациясына байланысты белгілі бір аймақтың жыл ішінде көрсеткен 5 негізгі Ең жоғарғы көрсеткішінің жиынтығы. Жақсы, тамаша, рахмет. Олай болса, сабағымызды жалғастырамыз. 10 сұрақтың 10-на да дұрыс жауап бердіңдер, балалар. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын бағалау барағын таратып алайын. Бірінші топта кім топ басшысы болады, екінші топта кім топ басшысы болады, өздерің өзара ақылдасып, бір балаға белгілеңдер. Барлығымыз назарымызды экранға аударайық. Не көріп тұрмыз? Ойымызға не келеді? Қоршаған ортаның экология, бұзылуы. Яғни, осы суреттен кейін біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтап алайық, яғни дәптерлерімізді ашып, тақырыпты жазып алайық. Геокологиялық аудандастыру. Сабағымыздың мақсаты дүниежүзі аумағын ластану және табиғи ортаның бұзылу деңгейі бойынша аудандастыру. Олай болса, видеоға назар аударайық. Экологиялық аудандастыру дегеніміз адам әрекеті әсерінен өзгеріске ұшырау дәрежесін бағалау нәтижесінде адам тіршілігі тұрғысынан алғанда қолайсыз деп саналатын қазіргі табиғи антропогендік ландшафтылардың немесе геожүйелердің кешенді аудандастырылуы. Балалар, геоэкологияның туындауына антропогендік фактордың әсері бар ма? Яғни біз қоршаған ортаға не жасап жатырмыз? Әсерімізді тигізіп жатырмыз. Қалай тигізіп жатырмыз әсерімізді? Зауыт фабрикалардан шығатын, қалдықтар, көліктер, дұрыс айтады, машиналар. Яғни адамзаттың өсуіне, дамуына, өркениеттің дамуына байланысты біз сондай-ақ экологияға зиянымызды келтіріп жатырмыз. Геокологиялық аудандарды ажырату кезінде балалар ескерілетін экологиялық жағдайлар мен ерекшеліктер. Экологиялық жағдайдың таралымы мен үйлесімі, экологиялық қатынастар, тарихи жағдайлар, табиғи ерекшеліктер, этникалық қатынастар, шаруашылық іс-әрекеттер, яғни адамдардың әлеуметтік экономикалық жағдайлар. Біз экономикамызды дамыту барысында табиғаттан не аламыз? Пайдалы қазбаларды аламыз, Біз сәйкесінше сондай зиянды әсерімізді тигізеді екенбіз. Тапсырма. Барлықтарыңа қазір бірінші топқа мега және мезо деңгейдегі геокологиялық жағдайларды аудандастыру, екінші топқа макро деңгейдегі геокологиялық аудандастыру. Бұл тапсырманы орындауға, балалар, 5 минут уақыт беріледі. Балалар, алдарыңда тұрған қораптан бағалауды аламыз. Балаларды мұқият тыңдап отырамыз. Жауаптарына байланысты бағалайсыңдар. Белгі береміз. Қай топ бірінші болды? Бірінші топтан кім шығады? Егер де біз мезо деңгейдегі геокологиялық аудандастыруға тоқталатын болсақ, олар бізге келесі 4 санат бойынша бөлінеді. Бұл шағын мемлекеттер, кейін мемлекеттегі аудандар, провинциялар және шағын физикалық-географиялық аудандар. 4-ші санатқа біз мысал ретінде Қазақстандағы Орал, Атырау, Ақтау қалаларын аламыз. Шағын мемлекеттерге мына жерде Ватикан, Сан-Марино, Монако сияқты мемлекеттер мысал бола алса, провинциялар ретінде Франция провинцияларын ала аламыз. Жақсы. Келесі микродеңгей бойынша кім жауап береді? Ақниет, келе ғой. Микродеңгейдегі геокологиялық аудандастыруда жасанды каналдар жатады. Оған біз Ертіс Қарағанды жасанды каналын айта аламыз. Жерасты шахталарына бізде осы Қарағандыдан алыс емес жерде орналасқан Саран шахталары бар, және де Екібастұз. Электр өндіру орталықтары Екібастұздағы МАС және де Бұқтырма жатады. Демалыс орындары өзіміз білетін Бурабай, Жасыбай, Бақаш. Жақсы. Келесі. Екінші топта бізде макро деңгей,
Кім шығады? Ұлпан, келе ғой. Макро деңгейдегі геоэкологиялық аудандастыру үшке бөлінеді. Олар құрлықтар, өркениетті аудандар және субконтиненттер. Құрлықтарға біз Европа, Африка деген жерді жатқыза аламыз, ал өркениетті аудандар ол бізде ежелгі өркениет орталықтары, мысалы Рим, Египет деген сияқты жерлерді атай аламыз. Субконтиненттер ол бізде континенттердің шығыс, оңтүстік, солтүстік деген сияқты аймақтарды атай аламыз. Жақсы. Құрлықтыққа жеке тоқталып өтіңдерші, Австралияға. Кім айтады Австралияны? Қандай проблемалары бар экологиялық? Ақниет, Адина? Макро деңгейдегі құрлыққа Австралия мемлекетін жатқызуға болады. Сондықтан да осы Австралияның жеке геоэкологиялық мәселелерін қарастыратын болсақ, ол шөлейттену мәселелерінің күрделенуі, орман ресурстарының қысқаруы, өзен арналарының кеуіп қалуы, Өзен арналарының. сонымен қоса жайылымдық жерлерінің қысқаруы жатады. Жақсы, тамаша. Сонымен біз қандай деңгейге бөлетін болдық? Мега, микро, макро деңгейлерде қарастырамыз, геоэкологиялық аудандастыруды. Сахел геоэкологиялық ауданы бойынша кім айтады? Сахел қандай экологиялық мәселелерді біріктіреді? Неге оны бөліп қарастырамыз? Сахел Геоэкологиялық ауданы. геоэкологиялық ауданы ол бізде көріп тұрғаныңыздай Африканың солтүстігінде Сахарада орналасқан, жалпы оның ені 400 км кең байтақ дала болып табылады, және Сахелден біз құрғақшылықтың 8-10 айға созылатындығын байқай аламыз. 80-90% жауын-шашынның буланып кетеді, Жақсы. Енді балалар, бізде Қазақстан жерінде геоэкологиялық аудандастырған, Кім аудандастырады? Неше провинция, неше ауданға бөлетінін Чигаркиннің өзінен сұрап білейік. Қазақстан аумағы экологиялық шиеленіс деңгейі бойынша менің ұсынысыммен 5 деңгей 47 провинцияға бөлінді. Бірінші деңгей апатты деңгей. Арал теңізінің қазіргі бұрынғы акваториясы, Кент Алтайдың өндірістік ареалы, Семей ядролық полигоны, Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауы кіреді. Қауіпті деңгей Балқаш, Жамбыл, Жезқазған, Қызылорда, Теміртау, Шымкент өндірістік ареалдары, Алматы, Қарағанды қалалары, Соколов, Сарыбай, Павлодар, Екібастұз өндірістік кешендері, Жетібай өзен, теңіз мұнай өндіру және мұнай химия кешендері, Байқоңыр полигоны, Ғарыш айлағы, Арал теңізіндегі Возрождение полигоны, Ертіс, Сырдария, Нұра, Арыс өзендері, Балқаш көлі кіреді. Шиеленіскен деңгей Ембі, Ақтөбе мұнай өнеркәсіп алабы, Қарашығанақ газ конденсат кен орны, Ақшатау, Атасу, Қаражал, Жаңатас, Қаратау, Қашар, Саяқ, Текелі, Жетіқара өндірістік аймақтық кешендері, Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Семей қалаларының урба өндірістік кешендері, Қапшағай және Шардара су бөгендерінің ықпалды кешендері, Іле, Шу өзендері. Қанағаттанарлық деңгейге Нұр-Сұлтан, Көкшетау, Талдықорған, Петропавл, Орал қалаларының урба өндірістік кешендері, Есіл, Талас, Тобыл, Сарысу, Жайық өзендерінің ықпалды кешендері. Қолайлы деңгей Қазақстанның адам аз қоныстанған аймақтары, шөлейттер, шөлдер, таулы аймақтары және тағы басқалары кіреді. Неше деңгейге бөлген сонда Чигаркин? 5 деңгей 47 провинцияға бөледі. Олай болса екінші тапсырмамыз. Слайдты жіберілді алдын ала. Бірінші топқа әлем елдері ауа сапасы картасын пайдалана отырып, ең лас және ең таза қалаларды анықтаңыздар. Сілтемені басамыз. Сілтемені басу арқылы берілген дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз балалар. Бірінші картадан ең лас және ең таза қалаларды анықтайсыңдар. Ластану деңгейінің сандық көрсеткішін атай отырып, картадан көрсетесіңдер, мына картадан негізгі ластаушы көздерін атап баға бересіңдер. Екінші топқа топырақ жамылғысының бұзылуы қатты жүріп жатқан аймақтарды табыңыздар. Сендерге де берілген электронный вариант, дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Топырақ тозуының дәрежесін анықтайсыңдар. Топырақ жамылғысының бұзылуы қатты жүріп жатқан аймақтарды анықтайсыңдар. Және картадан көрсетесіңдер. Анық көрсетілген ғой, мына жерге келіп жұмыс жасауларыңа болады. Бұл тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беріледі.
Балалар кезекті 2-3 минут сергіту сәтіне берейік. Европаны және Азия мемлекеттерін сеттері бағдарламасынан кім көрсетеді? Азияны Айнұр көрсетсін, Европаны Аяулым көрсетсін. Олай болса, Азиядан бастаймыз. Bhutan, Pakistan, Kuwait, Syria, Saudi Arabia, Oman, Sri Lanka, Kazakhstan, Singapore, Israel, Iraq, Tajikistan, Malaysia, Kyrgyzstan, Jordan, Philippines, Cambodia. Жақсы. Европаға? Аяулым. Russia, North Macedonia, Serbia, Liechtenstein, Belgium, Finland, Andorra, Netherlands, Croatia, Poland, Hungary, Slovakia, Lithuania. Жақсы, сабағымыздар қарай жалғастырайық. Келесі тапсырма, үшінші тапсырма. Қазақстанның геокологиялық аудандастыру сызбасын қалалардағы атмосфераның ластану деңгейімен салыстыра отырып, қаламыздың қандай аймаққа кіретінін анықтайсыңдар. Дескриптор, геокологиялық аудандастыру сызбасын зерттейсіңдер, ауаның ластану деңгейі картасымен салыстырасыңдар, Қарағанды қаласының қандай аймаққа кіретінін анықтап, болашағына болжам жасаймыз. Бұл тапсырманы орындауға 3 минут уақыт беріледі. Уақыт аяқталды. Бірінші топ кім шығады жауап беруге? Екінші топ қалалар бойынша Қарағанды қаласының экологиясына сипаттама беруге дайын отырыңдар. Апатты деңгейге бізде Семей полигоны және Арал теңізі кіреді. Қауіпті деңгейлерге бізде Атырау қаласы және Алматы кіреді. Шиеленіскен деңгей ол бізде Ақтөбе, Сырдарияның жағасы кіреді. Балқаштың және солтүстігі кіреді. Балқаштың солтүстігі. Ал қанағаттанарлық деңгей ол бізде солтүстік Қазақстан мен батыс Қазақстан. Қолайлы деңгей дегеніміз ол халық саны аз жерлер, оған бізге таулы аймақтар мен үстірт кіреді. Жақсы, тамаша. Екінші сұрақ бойынша Қарағанды қаласының қандай аймаққа кіретінін анықтап, болашағына болжам жасаймыз. Екінші топтан кім шығады балалар? Ластану деңгейі өте жоғары және жоғары бұл Ақтөбе, Орал, Атырау, Ақтау, Жезқазған, Қарағанды, Астана, Қостанай, Семей, Өскемен, Алматы кіреді. Ал ластану деңгейі көтеріңкі ол Қызылорда, Шымкент, Тараз, Талдықорған, Павлодар, Бурабай. Ластану деңгейі төмен ол Түркістан, Екібастұз, Көкшетау. Біздің қаламыз Қарағанды ол ластану деңгейі өте жоғары және жоғары деңгейіне кіреді. Себебі бізде халық саны көп, бізде өндірістер, металлургиялық өндірістер, зауыттар, көлік саны көп болғандықтан біз ластану деңгейі өте жоғары және жоғары деңгейіне кіреміз. Болашағына болжам жасау үшін. Болашағына болжам жасау бойынша біз ол не істеуіміз керек? Ауаның ластануын азайту үшін. Өндірістер мен зауыттарға фильтр қоюымыз керек. Болашақтағы жастарды экологияны сақтау үшін әртүрлі тәрбиелік жұмыстарды өткізуіміз керек. Көлік санын азайтуымыз керек, ағаштарды отырғызуымыз керек. Бұл жаңағы тәрбиелік жұмыстар Қарағанды мен Теміртаудағы ластану деңгейі түсіреді. Жақсы. Келесі тапсырма. Қазақстанның табиғи ортасындағы экологиялық шиеленіс деңгейі картасын пайдалана отырып, шиеленіс деңгейлерді анықтап, картадан көрсету. Алдарында карта берілген 5 деңгей бойынша және 47 провинция бойынша. Дескриптор берілген экологиялық шиеленіс деңгейін анықтайсыңдар, экологиялық шиеленіс критерийін анықтайсыңдар, шиеленіс деңгейіне кіретін аймақтарды картадан көрсетеміз. Ол үшін алдарыңа таратпа қағазын беремін қазір. Бұл тапсырманы орындауға 3 минут уақыт беріледі.
Жауаптарыңды тақтада тұрған жауаппен сәйкестендіреміз. Кәні, бірінші деңгей. Оқы. Бірінші деңгей апатты деңгей бұл Қазақстанда көптеген табиғат компоненттері түбегейлі жойылу әсерінен қайтадан табиғат ресурстарын қалпына келтіруге болмайтын. Қай жерлер жатады? Мысалға, Картадан көрсетеміз, картадан. мысалға Арал теңізінің маңында құрлық әсері және Семей ядролық полигон. Жақсы. Екінші. Екіншісі қауіпті деңгей. Бұл көптеген табиғат компоненттері бұзылуына алып келетін, бірақ қалпына келтіруге болатын аймақтар жатқызуға болады. Мысалы, Балқаштың солтүстігі, Жамбыл, Жезқазған аймақтарын жатқызуға Жақсы. болады. Жақсы. Келесін екінші топ айтсын, я? Келесі деңгейлерді екінші топ. Жауаптарыңды алып шығамыз. Ақниет. Сендерге қанағаттанарлық деңгей мен қолайлы деңгей туралы айтасың. Қанша пайызы? Шиеленіскен. Олар геокоженің бұзылу есебімен 21-40% құрайды. Оларға бізге Нұр-Сұлтан жатады, Көкшетау жатады, және де Петропавл тағы да басқа қала жатады. Келесі бізде қолайлы деңгей, ол жерде геожүйенің бұзылу пайызы 0-20% құрайды. Бұндай төмен пайызды көрсету себебі бұл жерде шөлейтті және де адамдардың аз қоныстанған жерлері. Оларға Қазақстанның адамдар аз қоныстанған жерлер, яғни таулы аймақтарын жатқызуға болады, я? Жақсы. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін балалар, барлығымызды қазір ойын ойнауға шақырамын. Болдық па бәріміз? Бағалау парағына топ басшылары жауаптарын жазып алыңдар. Міне. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Балалар, экологияны сақтау үшін, экологияны қорғау үшін қандай шараларды ұйымдастыруымыз керекпіз? Біріншіден, зауыттарды экологиялық стандартқа сай етіп, фильтрлеуді және көгалдандыру керекпіз. Ағаштарды көптеп отырғызуымыз керек, жасыл желектерді көп отырғызуымыз керек. Заттарды қайта өндіруіміз керек, және де негізінде автобусты қолдану кәдімгі өзінің жеке машиналар қолданудан гөрі әлдеқайда экономды және әлеуметтік транспорттарды қолданған, я? Жөн деп санайсыңдар. Сонымен қатар бізге болашақ ұрпаққа өздеріңе қандай тәрбие беруіміз керек? Экологиялық тәрбие беруіміз керек, я? Қоршаған ортаны ластамауымыз керек. Аялап жерімізді сақтауымыз керек. Және оны болашаққа бүтін күйінде жеткізу әрбіріміздің міндетіміз болу керек, я? Неге тапсырма, кескін картаға Чигаркин ұсынған Қазақстанның геоэкологиялық аудандарын түсіріп келу балалар. Енді бағалауға кезек берейік, бірінші топ бағалаймыз. Жалпы бағалау бойынша бізде топтық жұмыстар барлығымыз ауызбіршілік танытты. Бізде Ахмет 9 балл, Дінмұхамед 10 балл, Адиля 8, Алуа мен Айша 10 балл, Аяулым 9 балл деп бағамды бердім. Осымен сабағымыз аяқталды. Рахмет.